Батай Батыр 17, 18, 19, 20 тарауға дейін. Боранның басылғанына 3-4 күн болды. Кезекті бір аялдауда әбекең осында түнеп шығамыз деп бәрін қуантып тастаған. Қуанбай қайтсын. Күні-түні тоқтаусыз жүргендеріне бүгін 8-ші күн. Өздері әбден шаршаған. Үсті бастары кірлеп, киімдері малмандай су болған. Әбекеңнің түнеп қаламыз дегеннің сыры да осында еді. Киімдерін құрғатып, біраз күш жинап тынығып алсын дегені болатын. Оның үстіне өзі де қатты шаршап, денсаулығы сыр бере бастаған. Бүгін міне қашып шыққандарына 8-ші күн. Осы 8 күнде баяу жүріспен болса да, түрме маңынан кем дегенде 150 шақырымға ұзап кетті. Енді із кесіп іздеушілерден келер қауіп жоқ. Ал қауіптілер осы күнге дейін соңдарынан қалмай, сәтін салса бас салып, шабуылға шығып жайрата салсақ өкшелей еріп келе жатқан әлгі арлан бастаған қасқырлар ғана. Бұлар соңдарынан қалмасы анық. Түн болса болды, әр жерден ұлып біз мұндамыз дегендей төбелерін көрсетіп қояды. Оның үстіне Батайдың балтасына мерт болған қаншықтың кегі тағы бар. Қашан болмасын осы қасқырлармен алда бір айқастың бары белгілі. Осыны бәрі де біледі. Оны әбекең де жақсы түсінеді. Осы айқасқа қашан да дайын жүру керек. Сол үшін әбекең 3-4 жерден кішігірім от жақтырған. Бұл біріншіден жылы ұйықтап бойларын жылытса, екіншіден қасқырлардан қорғайды. Өзінің денсаулығы нашарлап бара жатқанын түсінген әбекең өз емін өзі қарастырып жүрген. Батайдан қала берсе Валияның өз аузынан отау жасау керектігін естігелі қашан. Тіпті Мұса палуан да осы ота жайлы айтқан. Бірақ уақыттың тапшылығын айтып көнбей жүрген еді. Себебі соңына ерген осынша адамның тағдыры өз қолында екенін, қалай болғанда да осыларды өкшелей қуған күзетшілерден аман алып қалуды ойлап жүрген. Бүгін міне сол отаның сәті түсіп тұр. Осы бармақтан ертерек құтылмаса діндеп бара жатқаны анық. Соңғы күндері қызуы көтеріліп сол жақ қолы иығына дейін сыздап ауыратынды шығарды. Тезде құтылу керек деп шешкен әбекең 3 күрішке спиртті бірінен соң бірін сіміріп салды. Өз алдына от жағып оқшауланып алып қолындағы бәкісін шеше бастады. Отқа қойған айбалтасы қызарып, қып-қызыл түске еніп дайын болғалы қашан. Осы балтаны қолына алып анадай жердегі ағашқа барған әбекең терең тыныс алды. Жаралы қолды ағашқа қойып, бар демін ішіне тартып, кезеп тұрып бас бармақты шорт жатты. Қорқақтағаны болар, жүзі өткір болса да бас бармақ үзіліп түспей асылып қалды. Мұны көрген Валия қыз айқайға басып, тура тартты. Шыңғыра жүгірген қыз соңынан қалғандары тура ұмтылды. Бірақ бәрі де кеш қалды. Әбекең балтасын екінші рет сілтеп үлгерді. Қаны бұрқ еткен сол қол бас бармақсыз қалды. Әп сәтте у-шу басталды да кетті. Батай дәкі іздеп жүгірсе, әбекең отқа жүгірді. Сорғалаған қанға өзі дайындап қойған күйген кигізді басты. Шоққа тиген қан иісі мүңк етіп мұрынға жетті. Тап осы сәт зарыққанға зорыққан боп, аш қасқырлар лап қойды. Құлқынына қанның иісі барған көкжалдар ештеңеден тайынбады, жүйткіп кеп тап берді. Осылайша ойда жоқта аласапыран айқас басталды. Міне енді Батай Батыр мен көкжал арлан бетпе-бет келді. Ер басына күн туып сыналар сәт жетті. Қаумалаған көп қасқыр оңды-солды айнала соқты. Осылайша өлім мен өмір арпалысы басталды. Жалғасы. Айнала шапқан жау-жаман демекші мына көкжалдар Батайды әптен діңкелетіп бітті. Бірде оңынан шауып өтсе, бірде солдан шабуылдап маңына жақындамай қойған әккі арланды жайратып салудың ыңғайы келмеді. Қолындағы балтасын әрі-бері сілтеп, бірде әбекеңді қорғаштаса, бірде Валияны қорғаштап әлек. Абыйыр болғанда дорбаға әрең жеткен әбекең сөніп қалған шоққа спирт шашып үлгірді. Лап ете қалған от қою қараңғыда жарқ етіп көздерін шайдай ашты. Айқастың қызығына түсіп кеткен әккі арлан отты елегенде жоқ, аузын арандай ашып кеп қайта атылды.
От сәулесінен апандай көкжалды көрген Батай батыр бар күшін салып айбалтасын лақтырды. Өткір жүзді балта айналшақтап барып, әккі арланның оң жақ бүйірінен қадалды. Жан беру оңайма, ышқынып кеп соңғы демімен алға ұмтылған кәрі көкжал Шәміл шешеннің оң аяғына жабысқан күйі сұлап түсті. Жан айқай шыққан Шәміл шешен қолындағы пышағын өкпе тұстан бірнеше рет сүңгітіп алды. Алайда оң аяқтың сіңіріне азулы тісін салып үлгірген әккі арлан жібере қояр емес. Жан тапсырып жатса да қарысып қалған көкжалдың жағы жұмсақ балтырдың бірасым етті жерін жұлып алды. Ыстық денеден сорғалап аққан қан әп-сәтте әппақ қарды қып-қызыл түске бояды. Бұл өте аянышты әрі қорқынышты еді. Бұлшық етті жұлып алғанымен тұрмай тобықтан екі сүйем жоғары сіңірді де үзіп жіберіпті. Орны ойылып сүйек көрініп тұр. Валияның бірінен кейін бірі шаншыққан екі-үш инесі түкте пайда берер емес. Ауырғанына шыдамаған Шәміл шешен естен танып түсті. Судай шашыраған қан әлі де тыйылар түрі жоқ. Қалай болғанда да тоқтату керек. Тігуге тағы келмейді. Тізеден төмен тобықтан сәл жоғары екі арада ет жоқ. Ұзын бойы балтыр сүйегі ғана көрініп тұр. Мұны көргенде әбекең туыс бауырындай болып кеткен Шәмелден айырылудың сәл алдында тұрғанын түсінді. Сонда да қарап қалмай айбалтаны шоққа қыздырып басын қанды тоқтату керек. Бұл да пайда берер, бермесі белгісіз. Бірақ соңғы үміт осы ғана. Дегенмен осындай жолмен қанды тоқтатудың пайдасы бар ма? Жанын қинап не керек? Өйткені аман қалғанымен Шәміл шешен өздігінен жүруден қалса, осы тобырға ол да бір масыл болмақ. Айналдыра 5-6 жерден от жақтырған әбекең ортаны тазалатып кешкі тамақ әзірлеуге кіріскен. Осылайша айналаға от жағып қоршап жатпаса, мына көкжалдар қайта айналып соғар анық. Бір-біріне қатты өшкен осы екі топ әлі де талай шайқастар сөзсіз. Оған себеп те жоқ емес. Біріншіден бұл көкжалдар Матвей сияқты көмусіз лақтырып тасталған адамның етін жеп үйренген. Ондай сұраусыз адамдардың айдалаға өлігін тастағанын соңғы 8 айда әбекең талайын көрген. Өткендегі қашатын түн Валияның жан айқай шыққаны бар емес па? Сол түн жүгіріп келе жатқан Валия қыз Матвейдің өлігінің үстіне құлаған. Қасқырлар жеп қу сүйегін ғана қалдырған өлікті көргенде шыңғырып жібергені де сол еді. Матвейдің қасқыр жеп тастаған мүрдесін сол барғанда әбекең де көрген. Содан ақ күзетшілерден оңай құтылса да, осы қорқаулардан құтылып өте қиын боларын білген. Демек, адам етін жеп әбден үйренген деген сөз. Екіншіден қатты аязбен келетін аштық себеп. Қыс түссе Сібір аңдарының біраз ұйқыға кетіп, жемтік азаяды. Сондықтан қысы-жаз ұйықтамайтын осы қасқырлар ашыққанда адамға шабады. Ал үшіншіден әккі арлан әлі тірі. Мынау кәрі аналық қана. Оны мұнда әдейілеп барып байыптап қараған әбекең ғана біледі. Қалғандар тіпті Батайдың өзі де арланнан құтылдым деп ойлап отыр. Бірақ оны тап қазір айтудың қажеті жоқ. Онсыз да бәрінің жүйкелері тозып қатты шаршап жүр. Шаршағандар соншалық піскен астан әрең ауыз тиіп бәрі де қатты ұйқыға кеткен. Мүлгіп кетіп ұйқылая отырған жалғыз осы әбекең ғана. Көз ілініп барып басын қайта көтеріп алады. Жан-жағына байыптап көз жүгіртіп шолу жасап шығады. Осылайша отырғанына біраз уақыт болған. Қиналып өмір мен өлім арасына ыңырсып жатқан Шәміл шешеннің де үні өшкен. Бұл оның соңғы түні болуы да мүмкін. Көп қан жоғалтқан. Міне ес-түссіз жатыр. Әлдеқашан жан тапсырған болуы да мүмкін. Солай бола қалса қайтпек. Рәсімдеп жерлеу қиынның қиыны. Тіпті үй қазып көме салса да мына көкжалдар қайта қазып алар анық. Қалай болғанда да барлық жөн жоралғын жасау керек. Шәміл нағыз азамат, өрімдей жап-жас 30-дың үстіндегі азамат. Міне осының бәрін ой елегінен өтіріп ойлаған әбекең басын көтеріп алды. Айналаға бір қарап селт етіп шошып кетті. Көздері жанып анадай жерде шоқиып көкжалдар отыр. Тіпті жақын отыр. Таслақтырым жерде ғана отыр. Қатты қорқып кетті. Тұла бойы мұздап сала берді. Жалма-жан қолына таяғын алып, баяулап қалған отты қозғай бастады. Қалтасынан ескі дәкісін алып отқа лақтырды. Сонда ғана өрши жанған от жан-жағына жарық түсіріп лаулап жана бастады.
Орнынан тұрып, айналадағы оттың бәрін қозғап, қайта тұтатты. Сонан соң барып Шәміл шешенге жетті. Сау қолымен тамағын басты. Мұздап қалған бетін сипап, жанары сөнген көздерін мәңгіге жапты. Осылайша ойда жоқта Шәміл шешен Бақиға аттанды. Жалғасы бар. Суыт жүріспен жылжып отырған әбекеңдері көп жүрді. Тіпті түскі тамақты жеуге де уақыт болмады. Өйткені орман ағаштары сиреп, бетке соғып кедергі болар бұтақтар азайған еді. Бұл орман бітіп ашық алаңқайға жақын қалғанның белгісі. Сол үшін де әбекең тоқтап аялдауға рұқсат берген жоқ. Ағаш бұтақтарының азаюы соңдарына түскен аш қасқырлардан құтылуға мүмкіндік берері сөзсіз. Бұрынғыдай ағаш түбінде жатып күтпеген жерден тап бере алмайды. Керісінше алыстан көрінеді. Қысқасы енді қауіп азаяды. Осының өзі үлкен жетістік. Өздері қатты шаршап аяқтарын әрең басып сүйретіліп келеді. Күтпеген жерден осында түнейміз, айналдыра от жағындар деген әбекенің дауысы бәрін елең еткізді. Қолдарындағы дорбаларын тастай салып, үстіне шоқиып отыра кетті. Тік аяқта тұрып қалған жалғыз әбекең ғана. Айналаны көзбен бір шолып шығып Батайдың қасына келгенде кәдімгі қазақшасымен сөз бастады. Батырым, мұнда көп қалуға болмайды. От жаққанда абай болыңдар. Бұрынғыдай төбе-төбеге емес, енді сай-сайға жағыңдар. Өйткені анау ағаш түбіндегі төбешік ұйқыда жатқан аю апанына ұқсайды. Ащы түтінге тұншығып оянып кетсе, басымызға қатер төнді дей бер. Аю қасқыр емес, аю деген осы Сібір орманының қожайыны. Ол қасқырдан да қауіпті жыртқыш. Сақ болған жөн, мыналарға айтпай-ақ қой. Шаршап жүргенде үрей басып ұйықтай алмай қалар. Ал енді отын жинап келді, мен көрсеткен жерлерге от жақ. Валиағыз кешкі асқа қарасын. Тамақтан соң тағы әңгімелесерміз деп жөніне кетті. Кешкі тамақ тасыға ішіп болған соң шаршау басқа бәрі де ұйқыға кетті. Отты қозғап қойып ұйқысыз отырған тағы да осы әбекең ғана. Негізі Батаймен жеке сөйлеспекші болған. Қатты шаршағаннан ұмытқан болса керек, Батай батыр шырт ұйқыда жатыр. Оның қасында бүкшие түсіп құшағына тығылып Валиағыз жатыр. Әріректе қорылға басып шешен балуан жатса, оған жақындау жатқан Ноғай Мүтәліп. Осылардың ішінде жағдайы төмендеп жол байлау болып келе жатқаны осы Мұса балуан. Омыртқа тұстан шәншу тиіп, орнынан әрең қозғалып жүр. Онан кейінгісі мынау Валиағыз болмақ. Әрі кетсе тағы 3-4 айда қарны қампайып шыға келеді. Оған дейін көктем шығып, күн жылып қалар. Бірақ ай күні жетіп толғағы басталсашы. Онда қасында Батай ғана қалуы керек. Ал Батайының өзі кешегі бала. Ол түгілі көпті көрген әбекенің өзі мұндай жағдайда не істеу керектігін білмейді. Тек қана кіндік кесу дегенді естігені болмаса, қалай кеседі? Қалай байлайды? Тіпті қай жерден кеседі? Ол жағынан тағы хабарсыз. Ал енді кесем деп жүріп, не ананы, не баланы өлтіріп алсамшы. Онда мен Батайдың алдында өле-өлгенше жүзі қара боп өтермін. Осылардың бәрін сөзіме сендіріп соңымнан ертіп шыққан өзім едім ғой. Онсыз да Шәміл шешеннен айырылғаным қабырғамды қисайтып жаныма батып, Мұсаның алдында қара бет болдым емес пе? Міне осындай ойлармен отырған әбекеңнен ұйқы қашқан. Оның үстіне кеше көрген түсі есіне түскенде еңсесі түсіп кетті. Өзі туған шешесінің өзіне өкпелеп ренішпен қарап, ажарды жетелеп қырасып кетуінің де себебі бар еді. Осы ажар 16-ға келгенде өлердей ғашық болғаны бар. Енді бұл бұрынғыдай көрші ажар емес, ғашық ажарына айналған. Тайғұлындай тебісіп тетелес өскендігі болар, ажарда кетәрі болмай жасы 20-ға толғанда үйленіп тынған. Осылайша бақытты күндері басталған. Ажардың сұлулығына сүйсініп көз алмай қарап отырып, талай ұйқысыз түндерді өткізген. Сол ажарынан 3 жыл тұрып, ойда жоқта айырылған болатын. Ол бұлай болған. Сонау 1924 жылы ауылында болған Наурыз тойына жаңа ашылған колхоз ұжымы ажарды қазақша киіндіріп алып шыққан. Өзіне де шапан бөрік кигізіп, екеуіне 6 бақан тептірген. Өрімдей жап-жас жарасымды жұп жұрттың көзіне түсіп, таңдай қақтырған. Көргендер шек тарта таңдана қарап тамсанып көз алмаған. Міне осыдан соң ажар сұлу ауруға шалдығып, 3 күн ес-түссіз жатып көз жұмған.
Біреулердің айтуынша көз тиген. Осылайша ойда жоқта сүйіктісінен айырылған әбекең тағдырдың тәлкегін көтере алмай жаман жолға түскен еді. Көрші ауылдың ұры барымташыларына қосылып қарақшылық жасайтынды шығарды. Шыр-пыры шығып зыр жүгірген жалғыз шешенің айтқанына құлақ аспады. Әйтпесе қайын жұрт жағы бір қызымның орнына екінші қызымды ал деп ажардан кейінгі қызы Айғанымды бермекші болған. Сонда да ажарға деген сезімін сөндіре алмай басы бері қарамады. Кейде сол ажарсыз өмір сүргенше өле салсам дейтін. Бірақ жазғаннан озған жоқ дегендей күндердің күнінде қолға түсіп 5 жылға сотталып кете барды. Ал аңырап жалғыз қалған анасы баласының бұл қылығына шыдай алмай іш құса боп дүниеден өткен. Осылайша жалғыз ұлдан бір уыс топырақ бұйырмай түсіне енген анасының өкпелі көрінгені сол еді. Айналадағы отты қозғап шыққан әбекең таң қылаң бере ұйқыға бас қойған. Лаулап жанған оттың жылуы буынға түсіп бойды жылыта түскен. Ұйықтағанда да өте сақ жататын. Көзі енділіне бергенде әлдененің дыбысынан атып тұрды. Қараңғыға көз тастап жан-жағына алақ-жұлақ қарап, қонышындағы пышағын қолына қыса түсті. Белгісіз дауыс жақындап келгенде жер сілкінгендей болып дірілдеп кетті. Мына дыбысқа ұйқыда жатқандар да шошып оянып, орындарынан атып тұрып, қолға ілген қаруларына жармасты. Жалғасын келер санда тыңдайсыздар. Құрметпен Керек дерек арнасы. Басқаларға таратып қоюды үміт етеміз. Жалпы 40 тарауға бөлінген қызықты оқиғаның жалғасын үзбей тыңдаймын десеңіздер, жаңа қосылған тыңдармандар бізге жазылып тіркелуді ұмытпаңыз.